Так. Айтқан жоқ қой өткенде. Осыдан 2 күн алдын. Осыны өтті ғой кім әлішер. Мен оны қазір қайталап сұрап алайын деп отырмын. Давай, айт. Ойбай. Кабир деген не ол? Қайталау. Кабир деген не? Айтпасаң жылжымаймыз біз. Кабир деген алдыңғы сабақта да өттік. Кабир деген үлкен ба? Ой, молодец. Ахсанти. Кабир деген үлкен, дұрыс. Ал енді мына сөзді маған аударып бер. Сенде ит бар ма деген сөз. Ит дегенім кәлбун. Молодец. Сенде деген кеше ғана өттім ғой. Қарайын десем қара. Болмайды қарауға. Иә. Ит бар ма деген. Подсказка керек маған. Сұраулы, вопросительный. Иә, лиман. Жоқ, лиман это чей деген сөз. Кімнің деген сөз. Онда айна деген, бар ма дегенге келмейді ол. Мен уже көрсетіп қойдым ғой. Шыдай алмай кеттім. Хал ма? Хал? Конечно, вот. Хал хазихи кәлбун? Нет. Хал ләка. Ләка кәлбун. Хал ләка кәлбун. Хал деген жаңағы сұрау сөйлем ғой. Ләка деген сенде бар деген. Сенде деген мужской род, да? Ер адамға қолданылатын деген. Енді сенде әпке аға бар ма деген қалай айтады? Хал ләка ухтун. Ахтун. Ахун. Ахун. Ухун деп болмасын да, ухтун болады ғой, иә? Ухтун. Ахук. Көпше ма олар? Жоқ, жекеше тұрыс. Сенің деген кіні жалғау арқылы сенің деген пайда болады. Сонда халляка ухтук? Халляка ухтук. Сенің әпкең бар ма? Да, баны қараңыз. Халляка ухтук дейтін болсақ, сенің әпкең бар ма? Ал енді просто халляка ухт десек, ухт. Просто сенде әпке бар ма? Түсіндіңіз ба? Кінің жалғануы арқылы сенің деген, ма исм деген есім деген сөз. Ал ма исмук сенің атың кім деген сөз. Қойса, что случилось? Панкейк. Бір-екі сұрақ. Бұл кімнің қаламы? Чей деген жаңағы. Лиман деген лиман деген қандай еді? Бұл кімнің қаламы? Оған келмейді да лиман деген. Дұрыс қой келіп тұр ғой. Кімнің деген лиман деген. Так. Лиман хазихи қалам. Дұрыс, молодец. Только айтады қалам ертегі болғандықтан лиман хазил қалам болады. Лиман хазил қалам. Хазал қалам. Лиман хазил. Ахсанти. Молодец. Кетіп қалғанда все біледі екенсіңдер, жылжуға болады. Қазір осы сөздер білмегеніңізде жылжымайтын едік біз. Если мынағанда тоже жаттау керек па? Дұрыстап. Ұмытып, или ұялып, или қобалжып отырмын. Әттәрсі тәсиғ деп оқысаңызшы. Әттәрсі тәсиғ. Ұялып тұрмын негізі. Ладно, хорошо. Дәрсун. Бар ғой? Бану, скриншот жасайсың ба, сосын мен сізді үлкейтіп қоямын. Не істесек болады? Қазір мен комментарийді алып тастайын ба, экранды чистый қылайын ба? Я жасадым. Все теперь. Неге мен сразу бірінші оқып жатырмын дейсің ғой? Ладно. Дәрсун. Дұрыс қой, да, анау тануин байтюр. Көзім нормально жетіп жатқан жоқ сияқты. Дурусун. Тексеріп отырсыз ба, Гули? Тексеріп отырмын. Так. Иқрау ма, анау? То есть әріпті дұрыс көріп тұрған жоқпын, бірақ иқраи удхул ухруж. Я дұрыс оқып жатсың негізі, Бану. Иман. Иқра, бірінші аударып кетпедіңіз бе енді? Дәрсін деген сабақ, дұрус деген сабақтар. Дұрус. Қазір. Иқра деген оқы дегенді білем. Иқра, значит, мына жерде көпше тұр, иә? Подожди. Иқра деген ер адамға айтқанда, ал енді иқраи деген қыз балаға айтқанда айтады. Екіншісі қыз балаға айтқанда? Вот смотри, ертегінде мысалы кул деп, же деп айтады да, ал қыз балдарға кули имен қосып айтады, иді жалғайды. Мысалы исхаб десе, бар деген сөз, ер адамға исхаб деп айтасың, ал қыз балаға исхаби деп айтасың. Окей? Иді қосып айта бересіз ғой. Әпкеме бір айналып келейін, иә, иншалла. Сабақ біткенде. Мен сабағымнан аты дейтін 2 сағат отырасыз тұрмын уже, отырамқа. Все нормально.
ادخل مهم. اخرج аударсаңызшы окей. ادخل деген кір деген сөз. Все болды. Доғара тұрсын. ادخل кір деген сөз. Заходи. Ал енді ухруж шық деген сөз. выходи. Да. Так, Выходи. уктуб. Жаз. Сізге бар ғой, қазір тағы бір скриншот жасайын мен сізге. Скриншот жасап алыңыз, қазір мен сізге бір нәрсе жасайын. Көрсетемін. Чтобы бұл сөздерді де қалай айтсам болады. Қазір. Өткен емеске сөздікті беріп едім ғой. Осының сөздіктері бар да, соны скриншот жасап алыңыз бірінші кезекте. Сосын текстпен танысаңыз. Сәмин дедік, сәминді оқыдық қой біз енді. Дәрістен келдік. гүли негізі мынау PDF файлды ұқтыға жібере салсаңыз болады ғой, өз дайындалып, өз эфирге дайындалып келеді сол кезде жақсылап. Жасадым. Скриншот жасадыңыз ба? Я. Кетті ғана. Так, ухруж, уктуб дегенді аударыңыз, я? Мен соған келдім. Уктуб дегенге келдім. Уктуб деген. Уктуб деген жаз деген сөз, ары қарай я деген бар. Я деген адамдардың аттарының алдына олар я деп қояды да. Мысалы, я бану, иқраи, ей бану оқы деген біздің қазақ тілінде ей деген мағынамен келеді. Уктуб деген типа жаңағы жаз деген ғой, ручкамен кәдімгі. Уктуб деген жаз деген сөз. Окей. Я деген жаңағы. Маусым жаз емес, жетістік жаз ғой. Окей. Сосын я Мухаммад деген, ей Мухаммад деген ма? Ей Мухаммад деген. Я Фатима, я Мухаммаду, иқра. Ана иқра бола ма? Жоқ, иқраның үстінде сүкін тұр ғой. Иқра уже болды. Сүкінмен тоқталды. Сонда я Мухаммад оқы деген, я? Ей Мухаммед оқы деген сөз. Ей Мухаммад оқы. Я Фатима, я Фатима ту. Я Фатима ту. Фатима ту емес енді, оны оқымайсыз ғой, Тамар Бұлтан. Я Фатима болады ғой. Я Фатима иқраи. Я ей Фатима оқы. Мен деген. Мен деген ол енді сөз просто. Из деген аударманы береді. Дан деген, тан деген қазақ тілінде. Минал бәйт. Үйден ба? Үйден. Мен деген ұқсайды екен қазір. Қазір бір минут күте тұрыңыз, я? هيا نتكلم الشير معك. أنا أفكر أنك تتكلم اللغة العربية جيد يا الشير. لا. ماذا فعلت اليوم؟ أنا لا أتكلم. ولكن الآن أنت تتكلم. عملت كل يوم. عملت كل يوم؟ عملت كل يوم. إذن هذا ليس سر. أين أنت عملت؟ أو سر؟ أنا عملت لا سر. ليس سر. أنا عملت بمدينة طراز. هل أنت من طراز؟ لا أنا من شمكنت. ولكن الآن يستطربانو. الآن تعيش في طراز، نعم؟ أنت ولدت في شمكنت ولكن الآن تعيش في طراز. لا أنا عملت 15 يوم في طراز وأعيد في مدينة شمكنت. 15 أوكي. هم بيسكن ده؟ مفهوم. هنا كان اتحاد. هنا كان اتحاد. هل أنت تعرف؟ هو أيضا من طرف. هو أيضا يعرف اللغة العربية. هل أنت تذكر؟ لا لكن لا أعرفه. هو لا أعرفه. أنا شكت مني. قاش келдім мен. Min al-bayt. Жоқ, осылай айта берсін. Min al-bayt және үйден деген ғой, я? Потом я Мухаммаду
иқро жоқ емес. Сол міне. Жоқ. Я Мухаммаду иқроил жаридату. Ей Мухаммад, журналды оқы да? Или газет па жаридату деген. Газет. Я газетті оқы деген. Я Фатима иқроил маджаллата. Жаңағы журналды оқы деген. Ей Фатима, журналды оқы. Я Ахмад идхулил удхул. Так, я Ахмад удхулил фасли вақ. Қайғында жүрмін мен? Фасли вақраи. Так, тез оқып бітірейінші. Так, я Ахмад удхулил фасли вақраи дәрс. Ей Ахмед, сыныпқа кір, дәріс оқыма. Өте тамаша дұрыс. Я Айша ихру. Алиф дейтін босқа тұр ғой, үстіне харакат жоқ, қалай оқимын? Айша деген сөзде ма? Жоқ, мына келесі ухруж қалай оқимын? Ухруж. Оның ортаңғы әрпіне қарайсың. Ортаңғы әрпі егер у болып тұрса, сіз ухруж деп оқисыз. Егер ортаңғы әрпі а или и деп тұрса, я Айша ухруджи минал мадрасати. Осы жерде бір қосымша айтып кете салайыншы. Айтшы, Гүлия рұқсат болса. Әрине. Мына жерде ухруджи деген хамза васыл ғой, хамза қатай емес та. Хамза васылы және қатай деген болады ғой, бөлінеді ғой. Хамза васылы болса, біз оны оқымай кетеміз, келесінде өтіп кетеміз. Сол кезде Айша тухруджи болады да. Айша тухруджи. Ол бірден қосып үйренген дұрыс та, бұны кейінге қалдырмайша. Үйреніп қалған кезде бірден қосып үйрену керек та бұны. Сосын әдет болып қалады осы. Бірақ қосып алып кетпесе де қате болмайды ғой. Да, Әлішер? Те болмайды, енді андай рауан оқыған болмайды да ше. Хорошо, түсіндік. Қабылдадық. Жақсы, рахмет, Әлішер. Бұл жерде түсіндіңіз бе? Түсіндіңіз бе, Айпану? Я даусыңыз жақсы. Мен түсіндім, анан жалғастырып сразу. Я Айша тухруджи деп оқып кетесің, иә? Бірақ ол көп енді бастаушыларға кішкене қиындау болады да, сондықтан негізі бөліп оққан дұрыс деп ойлайтын едім мен. Егер солай болса, солай. Егер сізге Бану қиын болмаса, солай қосып алып кетіңіз. Жоқ, маған тіліме ауыр келеді десеңіз, бөліп оққанында тұрған ештеңе жоқ. Я Айша. Иә. Просто ана перевод айтқан кезде, может быть, шатасып кетесің, сосын ухруж деп жаттағасын. Кішкене бет ухруж деп оқып бастайтсаңыз басында. Ухруж болған соң сен сөйтіп, так, ухруж деген не мағына еді? Ухруж еді, шық деген мағына еді ғой. Сіз ары шық деп аударасыз да? Окей, ары қарай. Тану. Я Айша тухруджи минал мадрасатун. Ей Айша, мектептен шық, иә? Қазір. Ухруж шық деген сөз, минал мадраса. Мектептен шық, иә, дұрыс айтасыз. Мектептен шық. Я Абдуллах, уктубит дарс. Уктубит дегенде мен ұмытып қалдым. Жоқ, жаз деген екен ғой. Так, я Абдулла, сабақты жаз, дәрісті жаз. Дұрыс. Я Мариям, удхулил худжрат. Удхулил деген жаңағы кір дегені. Ей Мариям, комнатаға кір деген, иә? Молодец, тамаша, дұрыс. Худжра деген комната. Баяғыда жаттаған ғой, худжрат дегенді. Дұрыс. Сөйлем аяқталмапты ғой? Аяқталған жоқ әлі. Сізге я Мариям. Көріне ма? Кім көрінбей ма? Я Мариям. Бану? Я Мариям. Так, я Мариям удхулил. Ой, жоқ. Удхулил. Дұрыс айттым ба? Қалай? Дұрыс, әдемі айттым. Удхулил худжрата вақ. Худжрата ва иқраи хунака. Хунаканы мен Ол жерде де жаңа егер қосып алып кететін болсаңыз, уаққараи деп алып кетуіңіз керек та.
Falshiyla aytganda. اقرئي هناك. يا مريم комнатаға кір. Да? комнатаға кір. Так, татыңыз. Я Мариям комнатаға кір. И және де иқрои. Хунаканы мен білмеймін ғой. Хуна деген, запомните, здесь осында деген мағынаны береді. Хуна. Ал енді хунака деген анда деген сөз. Алыста там деген сөз. Там орыс тілінде. Онда ей Мариям бөлмеге кіріп анда оқыма. Сонда оқы деген ғой. Сонда оқы, иә. Так, келесі иқро хуна. Мұнда оқы, осында оқы. Уктуб хунака. Осында жаз. Ухруджи мин. Стоп, Бану. Иқро хуна деген осында оқы деген сөз. Хуна осында. Хунак деген там, анда. Анда жаз. Мұнда оқып, анда жаз деген сөз ғой. Ар жақта деген сөз. Окей. Маған жазып отыр ғой. Окей. Ухруджи мин хуна вадхули хунака. Ухруджи деген бағанағы кір деген, мин хуна деген. Ухруж деген шық деген сөз. Осында. Ухруж деген онда осы жерден шық дейді. Осы жерден шық. Осы жерден шық және удхули хунака. Осында кір ма? Хунака деген анау, анда, там. Орыс тілінде там енді. Қазақ тілінде қалай келеді ол? Әдеби көркем. Так, онда осы жерден шық, ана жаққа кір. Да, туда деген, там деген сөз ғой. Айна таламизат. Ойбай, татыңыз. Айна таламизату ва أين التلاميذات والتلاميذ والتلميذات أين التلاميذات والتلميذات تلميذات деген оқушы ғой, иә? Тәләмиза деген оқушы ұл балдар, тәләмиза деген оқушы қыз балдар. Айна деген оқушы ұлдар мен оқушы қыздар қайда, иә? Молодец, тамаша. Айна деген қайда, иә. Соңғы сөйлем қалды. Whom?